Ассалаумағалейкум құрметті достар. Бүгінгі видеода біз адам организміне қарапайым нанның әсері қандай екені жөнінде айтатын боламыз. Сондықтан видеоны соңына дейін көріп, қызықты ақпаратты жіберіп алмаңыздар. Нан өнімдерінен толықтай бас тартсаңыз, ағзадағы қандай өзгерістер болатынын білесіз бе? Көбіне нан жегеннен кейін сымбат пен ми жұмысының бұзылуына әкеледі дейді. Расында солай ма, әлде керісінше пайдалы ма, барлығын айтатын боламыз. Нан жесеңіз арықтайсыз, бірақ көп салмақ тастамайсыз. Нан ағзаға көмірсулар тасымалдайтын бірден бір тағам. Бірақ та көмірсуды тек нан өнімдерінен ғана емес, басқа да тағамдардан алуға болады. Нан жемеу арқылы 1-2 келі артық салмақтан арылғанмен май қабаттары орнында қалады. Майлар тырнақ пен шаштың, терінің саулығы үшін аса қажет. Сол себепті де нан өнімдерін тамақтану рационынан мүлде алып тастауға болмайды. Нанды салатпен, кептірілген нанмен алмастыруға болатынын естен шығармайық. Құрметті достар, осы айдың аяғына дейін каналымызды 30 000 жазылушыға дейін жеткізуді жоспарлап отырмыз. Сондықтан каналымызға жазылуды, видеоға лайк басуды және қоңыраушаны басуды ұмытпағайсыз. Сіздердің кішкене ғана әрекетіңіз біздерді жаңа, пайдалы видеоларды сіз үшін шығаруға шабыттандырады. Нан жемесеңіз, энергия азаяды. Көмірсу адамзат баласына энергия сыйлап, өміршеңдігін арттырады екен. Сонымен қатар, нанда жылдам және баяу сіңетін көмірсулар да бар. Мұндай көмірсулар ағзаға бірден энергия беріп, сол мезетте бойына ерекше күш береді. Алайда бұл күш қуат пен энергия көпке дейін сақталмайды. Егер сіз бәліштерді үнемі жейтін болсаңыз, ештеңеге алаңдаудың қажеті жоқ. Ал нан жеуді тоқтатқанда, яғни басқа өніммен алмастырған жағдайда әлсіреп қалуыңыз әбден мүмкін. Сол себепті де нанды біртіндеп азайтқан дұрыс. Нан жеуді тоқтатсаңыз, бойыңызды күйгелектік билейді. Күніне 1 бүтін нан жейтіндер оны тамақтану рационынан алып тастағанда қатты қиналады. Нан арқылы алатын энергия азаятын болса, адам ағзасы стресске түседі. Сонымен қатар шаршаңқылық, әлсіздік, күйгелектік те бойыңызды билеп, басыңыз да айналуы ғажап емес. Бірақ бірте-бірте ағза нанның орнын алмастырғыштарды тапсаңыз, бұған да үйренетін боласыз. Сондықтан да сымбатты болғыңыз келсе, ағзаны мұндай өзгеріске біртіндеп үйретіңіз. Күнделікті рационнан нанды алып тастасаңыз, кейбір заттардың жетімсіздігі байқалады. Нансыз тамақтана алмайтын жандар өте көп. Солардың ішінде мен де бармын. Әсіресе өте құнарлы, ірімшік, май, көкөністермен бірге нан қосып жейтіндер де баршылық. Осындай жандар нанды өз рационынан шығарса, кейбір заттар ағзаға жетіспейді. Сондықтан да нанның орнын немен алмастыруға болатынын ойланып көріңіз. Келесі кезекте нанның пайдасы мен зияны туралы көкейімізде жүрген сұрақтардың жауабын ұсынамыз. Біздің ойымызша, нан тезірек тойуға және ұзақ уақыт тоқ жүруге көмектеседі. Сондықтан одан бас тартпау керек. Шындығында, егер артық салмағыңыз болса және оның ұлғайғанын қаламасаңыз, нанға шектеу қойған жөн. Нан айтарлықтай құнарлы тағам, бастысы оны жұмсақ сұрыпты ұннан жасайды. Өз кезегінде ол жылдам глюкозаға айналады. Нанның гликемиялық индексі жоғары, сондықтан қандағы қант мөлшерінің артуына, артық салмақ қосуға және бауырда май жиналуына ықпал етеді. Демек, нан жеуге болмай ма? Иә, семіздіктен зардап шегетіндерге бас тартқан жөн. Ал өзгелеріне нанның негізгі тағамды толықтырушы деп қабылдағанымен, негізгі асқа қарағанда нанның құрамында калория мен жеңіл көмірсулар көбірек екенін естен шығармаған абзал. Әр нәрсенің белгілі бір мөлшері бар. Бір тілім нанның салдарынан калорияның тәуліктік нормадан аздап асуы айлар мен жылдардан кейін артық салмаққа алып келіп,
екінші дәрежелі қант диабетіне шалдығу қатерін арттырады. Біздің ойымызша, ақ нанға қарағанда қара нан пайдалырақ. Шындығында, екі нанның құрамы, көмірсулардың мөлшері мен құнарлылығы бойынша бір-бірінен айырмашылығы аз. Қант диабетіне шалдыққанда ақ нанды қара түріне алмастыруға болады деген сөздер аңыз болып табылады. Олардың арасындағы жалғыз айырмашылық қара нандағы көмірсулардың көзі қара бидай ұны болып табылады. Ол қышқылырақ, сондықтан асқазан сөлінің өңешке түсуінен зардап шегетіндерге аурудың асқынуын тудырады. Біздің ойымызша, нанның глютенсіз түрін жеген дұрыс, себебі глютен зиян. Шындығында, глютенсіз нан бұл күріш немесе жүгері ұнынан жасалған нан. Жүгері ұнынан жасалған жұқа нан әлемдегі көптеген халықтардың асханасының ажырамас бір бөлшегі. Олар өте дәмді, алайда медицина тұрғысынан қарағанда, оның кәдімгі ақ немесе қара наннан айырмашылығы жоқ. Бір ғана айырмашылығы олардың құрамында глютен, яғни кей адамдарда ішектің қабынуын тудыратын ақуыз жоқ. Ішектің глютенмен зақымдалуы целиакия, яғни глютенді энтеропатия деп аталады, және шамамен адамдардың 1%-ында кездеседі. Бүгінде желілік сарапшылардан ішектің тесілуі және улы глютен туралы әңгімелерді жиі естуге болады. Олар глютенсіз диетаны қажет етпейтін адамдарға ағзасының глютенді көтере алмайтынын дәлелдеместен, немесе ол үшін LGG4 антиденелерді анықтауға арналған қан талдауын пайдаланып, диетаның осы түрін ұсынып жатады. Ал шындығында целиакияны анықтау жолы мүлдем басқа. Егер сізден мұндай диагноз анықталмаса, нанның қандай ұннан жасалғанының айырмашылығы жоқ. Біздің ойымызша, аштыққа қосылған нан газ түзілуін тудырады, сондықтан оны жемеген дұрыс. Шындығында, кез келген нан газ түзілуін тудыра алады. Ішектегі бактериялар нанның құрамындағы жеңіл көмірсулардан газ және сүт қышқылын жасайды. Алайда, мұндай құбылыс барлық адамда бола бермейді. Тек аш ішекте бактериялардың көбеюі синдромы кезінде ғана кездеседі. Өз кезегінде, ол қант диабеті, семіздік және құрамында көмірсулар көп тағамдарды шектен тыс мөлшерде жеумен қатар жүреді. Бұл процеске аштықының қатысы жоқ. Сонымен қатар, ол қамырды аштықанымен пісіру кезінде жойылып кетеді. Ал аштықсыз нандарда дәл сол аштықы пайдаланылады, алайда ұйытқы түрінде. Біздің ойымызша, нанды етпен жемеген дұрыс. Бұл ас қорытылуын қиындатады. Шындығында ол қиындатпайды. Тағамдарды араластырмай жеу ғылыми тәжірибе емес. Астың қорытылуы ұйқы безінің ферменттері арқылы жүзеге асады. Ал нанды қорытатын амилаза және етті қорытатын трипсин мен липаза ферменттері қатар бөлінеді, және де бір-бірінің жұмысына кедергі келтірмейді. Біздің ойымызша, жаңа піскен наннан бас тартқан жөн, себебі ол да ауыр қорытылады және ішекте жайсыздық тудыруы мүмкін. Шындығында, жаңа піскен нан ұзағырақ қорытылады. Жаңа піскен нанды көп жеген адамдарда ішек бітелуі болған жағдайлар белгілі. Сонымен қатар, жаңа піскен нан рефлюкс, асқазан сөлінің өңешке түсуін тудыруы мүмкін. Алайда, оны белгілі бір мөлшерде ғана жесе зияны жоқ. Әрине, нанның зияны көп сияқты болуы мүмкін, алайда оның дұрыс пайдалануды қажет ететін аспаздық құрал сияқты екенін түсіну керек. Кез келген тағамды көп жеудің өз қатері бар, сондықтан мөлшерін біліп жеу керек. Ас атасы саналатын нан кез келген үйдің дастарханына міндетті түрде қойылады. Егер оны көп жеудің зияны қандай екенін білсеңіз, қиындықтар болмайтыны анық. Құрметті достар, видео ұнаған болса, лайк басуды, каналға жазылуды және қоңыраушаны басуды ұмытпағайсыз. Келесі кезекте қандай видео көргіңіз келетіні жөнінде комментарийге жаза кетсеңіз болады. Және де видеомыз ұнаған болса, оны достарыңызға және туыстарыңызға жіберсеңіздер болады. Олардың да дені сау болуына өз септігіңізді тигізіңіз. Келесі видеоларда жүздескенше аман сау тұрыңыздар.